Рахмет сіздің шығармашылық кешіңіз керемет. Мынау жастарға беретін бір ерекше бір өнеріңізді көрсетіп жатырсыз. Не деймін тағы да, мынау тәуелсіздігіміз әрқашанда мынау дами берсін, ешқашан соғыс болмасын. Мен негізінде осы желтоқсан айы басталған кезде өзім жылай беретін әдетім бар. Өзімнен жолда келе жатамын да, өзімнен өзім есіме түсірмеймін, бір какой-то бір қанша жыл өтсе де есіме алмасам да бір сондай бір ерекше қалып қалған психикада. Соны ойлап қазір желтоқсан туралы мынандай көріністер, сосын интервью сұрауға, кешеде телевидение келіп жатыр, соны айтыңыз, не болғанын айтыңыз деп сөйтіп сұрай береді. Сосын мен айттым, сіздер бұрын қашып бергім, жаңағындай интервью бергім келмей, айтқым келмей бір жерге шақырса бармайтынмын. Енді мен ойлаймын, мен қазір өзім соңғы кезде осы позицияны ұстандым. Өйткені біз қазір оны айтуымыз керек екен, насихаттауымыз керек екен. Енді қазір мен осы шақырылған ерден елу шақырып жатыр, басқа мектептерге соған барып кездесулерге дайындалып отырмын. Сондықтан мен қазір тағы да құттықтаймын, бірақ осы мектепте оқушыларымызбен бірге біздің жаңағы ата-аналар бар, мұғалімдер ұстазбен бірге бір жақсылап бір кездесу ұйымдастырамыз деп мен ойлаймын. Жақсы, мереке құтты болсын.